Жердің гравитациясы біздің өміріміздің маңызды бөлігі. Біз үшін ол тұрақты, өзгермейтін нәрсе болып көрінеді. Бірақ егер ол екі есе күшті болса ше, әрбір қадамның жасайтын күш табиғаттағы барлық тіршіліктің өзгеруі мүмкін. Келіңіз, осы ойға тереңірек үңіліп, болашақтағы әлемді елестетіп көрейік. Алдымен адамдардың қозғалысын қиындатар еді. Әрбір қадамды жасау үшін екі есе күш жұмсауға тура келеді. Мысалы, қазіргі кезде біз ауыр заттарды көтергенде немесе жүгіруге тырысқанда денемізге үлкен күш түсіреді. Ал егер гравитация екі есе күшейсе, бұл тек физикалық ауыртпалықты емес, біздің өмір сүру мүмкіндіктерімізді де өзгертеді. Қазіргі кезде ауыр жүктемелерден жұмыс істегенде біздің бұлшық еттеріміз шаршайды. Ал егер гравитация екі есе күшті болса, бұл денсаулыққа үлкен әсер етеді. Мысалы, дене шынықтыру жаттығулары мен спорт түрлерінің үлкен өзгерістер болуы мүмкін. Әсіресе ауыр атлетика мен жеңіл атлетикада. Кейбір адамдар денсаулығы мен тірек қимыл жүйесін қалыптастыра алмай, ауырлық артуына байланысты қиындықтарға тап болар еді. Олай болса, тек спортшылар емес, жалпы адамдардың физикалық белсенділігі мен өмір сапасы да төмендеуі мүмкін. Ғимараттар мен құрылымдар бұндай ауырлыққа төтеп бере алмайды. Қазірдің өзінде көп қабатты ғимараттар мен бетон құрылымдар жылдам құлап кетеді. Құрылыс материалдарының беріктігі әлсіз болар еді. Жердің гравитациясы екі есе артқан жағдайда инженерлер жаңа материалдар ойлап табады. Мысалы, ғимараттарды құрайтын құрылымдар мен қорғаныс қабырғалары әлдеқайда берік болуы тиіс. Мұндай жағдайда пластик немесе қатты шыны сияқты жаңа материалдардың кеңінен қолданылуы мүмкін. Көліктердің қозғалысы да баяулайды, себебі олар қозғалу үшін көбірек күш жұмсайды және жолдарға деген талап артады. Қазіргі көліктердің барлығы жүйелері қайта жасалуы мүмкін. Жаңа қозғалтқыштар мен технологиялар қолданылуы керек. Жердің гравитациясы артқанда табиғатта өзгереді. Өсімдіктер жоғары өспейтін, ал жануарлар денесін көтере алмай қиналатын еді. Мысалы, ағаштар қазіргі өсіп жатқан биіктіктеріне жетпес еді. Әсіресе биік ағаштардың тамырлары жердің тартылысынан жақсы сақтала алмас еді. Құстар мен жарғанаттар секілді ұшатын жануарлар өздерінің әдеттегі биіктігінен жету үшін қиындықтарға тап болар еді. Бұл біздің экологиялық жүйемізге үлкен өзгерістер туғызуы мүмкін.